Good day, dear my friends. Prepositions of movement. Бүгінгі тақырыбымыз prepositions of movement. Орыс тілімен көбіне предлоги движенияға сәйкес келеді, ал қазақ тілінде кейде үстеулерге сәйкес келеді. Мынандай сөйлемдерге мән берейік. The plane is flying over the mountains. Ұшақ таудың үстімен ұшып келе жатыр. The horses are swimming across the river. Жылқылар өзенді кесіп өтіп жатыр. Across дегеніміз кесіп өту. The woman is running along the road. Әйел жолдың бойымен. Along дегеніміз бойы. The children are playing under the tree. Балалар ағаштың астында ойнап жатыр, астында. The bear is climbing up the tree. Аю, немесе қонжық, ағаштың төбесіне өрмелеп бара жатыр. The car is going through the tunnel. Көлік туннель арқылы өтіп жатыр. The man is snowboarding down the hill. Ер адам сноубордингпен төмен қарай, down дегеніміз төмен қарай кетіп бара жатыр. The car is moving towards the city. Көлік қаланың ортасымен, яғни қаланың ортасымен кетіп бара жатыр. The man is getting out of the taxi. Ер адам таксиден сыртқа шығып жатыр. Out of дегеніміз сыртқа қарай. Және де мынандай сөйлемге. The fox is running away from the cat. Түлкі мысықтан ары қарай кетіп жатыр. Яғни мысықтан қашып жатқан сияқты. Away from, ары қарай. The boy is putting the toys into the box. Кішкентай бала, немесе ұл бала, ойыншықтарды қорапқа салып жатыр. Қорапқа, яғни into, ішіне, қораптың ішіне салып жатыр. The satellites are flying around the earth. Жердің бойымен satellites-тар дөңгеленіп ұшып жатыр, яғни дөңгеленіп бойы. Міне осындай сөздермен қолданады екенбіз. Назарларыңызға рахмет. Видео ұнаса, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Goodbye!